Астана менің өзім төл құрдасым сияқты. Екеуміздің де мына өмірге келгенімізге 23 жыл болыпты. Астана екеумізде де қазір нағыз қайратты кезеңді бастан өткеріп жатырмыз. Астананы мен өзім 20-дағы жігіттей елестетемін. Яғни Астанаға біз сұлу, нәзік, әдемі деген атаулар жараспайтын сияқты менің ойымша. Неге Астананы жігітке теңеймін? Арқаның үскірік аязына шыдау үшін нағыз жігіттік қайсар, қайтпас жігер және тоң тегеурін қажет. Бұл нағыз ер адамда жігітте болатын қасиеттер. Астана екеуміздің кіндігіміз байлаулы. Себебі Астана менің бүгінім, Астана менің ертеңім, менің болашағым бұл қаламен байланысты. Өз құрдасым ретінде елестететін болсам, екеуміздің де алға қойған бір мақсатымыз бар. Екеумізде даму, жетілу жолындамыз. Екеумізде болашаққа кең қанат жаюдамыз. Екеуміздің де ойдағы алып отырған арманымыз, мақсатымыз ол осынау дөңгеленген дүниеде өз дәрменімізді көрсетіп қалу, өз орнымызды ойып тұрып алу. Бүгінгі таңда еліміздегі ең бір беделді деген оқу орындарының бірі Беткұстар университеттерінің бірі, Еуразия ұлттық университетінде 4-ші курста оқимын, филолог мамандығында. Тіл маманы болғаннан кейін, тіл жанашыры болғаннан кейін, өзімнің де өлең шығаратын сондай қасиетім бар. Астанаға да бірнеше өлеңім арналды. Соның бірін оқып берсем деймін. Астана тел өскендей құрдас қалам, бауыры ешқашан жат болмас маған. Кеше ғана тәй басқан сәби бүгін 20-да жігіттей қол бастаған. Шырмауынан арылып сан күдіктің баба рухы бойымда жаңғырып тұр. Астанам, тай салмастан тастақ адам, мөрі барда қолында мәңгіліктің.